Хаббл ғылымы. Гравитациялық линзалау. Табиғи үлкейткіш шыны. Хабблдың галактикалық шолуларынан кейде галактикалар шоғырын көреміз. Бұл өзара тартылыс күшінің арқасында бір-біріне жақын орналасқан галактикалар. Шоғырлар аса ауыр жиынтық. Олардың массасының ауырлығы сонша кеңістік уақыттың өзіне нақты бақыланатын әсер ете алады. Эйнштейн массаның кеңістікті қисайтатынын болжап кеткен, бірақ мұның салдарын өз көзімізбен көреміз деп ойламаған едік. Алайда Хаббл телескобының көмегімен галактика шоғырлары маңындағы кеңістіктің бұрмалануын бақылай алдық. Біз мұны фондағы алыс галактиканың жарығы, мына галактикалар шоғыры арқылы неон айнала өткендегі гравитациялық линзалау эффектінен көреміз. Және линзалау фондағы галактиканы үлкейтеді. Сонымен мына бұрмаланған доғалардың кейбірін қарастырсақ, оларды гравитациялық линзасыз, яғни табиғи үлкейткішсіз бақылағаннан гөрі әлдеқайда егжей-тегжейлі көре аламыз. Осылайша ойламаған жерден Хаббл табиғи үлкейткіш шыны гравитациялық линза арқылы қарауға қолданылды. Және ол алыс галактикалардың линзасыз ешқашан көрінбейтін жәйттерін әңгімелеп, осы шоғырларда қараңғы материя қалай таралғанын айтып берді. Өйткені кеңістікті және осы галактика шоғырларын бұрмалайтын массаның көп бөлігі галактикадағы көрінетін жұлдыздарға емес, көрінбейтін қараңғы материяға тиесілі. Ол көрінбесе де, гравитациялық линзалау әсерінен фондық жарықтың қалай бұрмаланғанын аңдап, қараңғы материяның қайда орналасқанын анықтай аламыз. Сонымен материяның осы жұмбақ түрі жайлы ақпарат жинала бастады. Біз іс жүзінде оның не екенін білмейміз, бірақ Хаббл ғарыштық телескобын жаңаша қолданудың арқасында осы шоғырлардың қай жерінде екенін білеміз.